Сәлем достар, бүгін бургер дайындайтын боламыз. Бургеріміздің булочкасын жасалу жолы мен рецептін өткен видеода салған болатынмын. Үй жағдайында бургер. Бургер дайындамас бұрын біз картошка фрийімізді пісіріп аламыз. Ол үшін осындай көлемдегі картошкамызды тазалап жуып, видеода көрсетілгендей етіп, соломка етіп турап аламыз. Пергамент қағазымызға орналастырып, алдын ала қысып тұрған 180 градус пешімізге шеті 10 минутқа салып кептіріп аламыз. Кепкен картошкамыздың үстіне кукуруз крахмалымен араластырамыз. Және міндетті түрде осындай електен өткізіп аламыз, себебі крахмал қалмауы тиіс. Қызып тұрған майымызға картошкамызды салып, фрийімізді пісіріп аламыз. Бізде фрийіміз пісіп дайын болды, енді котлет дайындайтын боламыз. Ол үшін фаршымызды аламыз. Қалауымызша татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және паприкамызды қосамыз. Міндетті түрде 2 шай қасық немесе 1 ас қасық горчицамызды қосып, барлығын араластырамыз. Фаршымызға жұмыртқа қоспаймыз. Осылай барлығын біркелкі масса болғанша ұрғылап жинап аламыз. Фаршымызды 10 шақты рет ұрғылаймыз, себебі майға салғаннан кейін қуырылып жатқанда ыдырап кетпеу үшін. Ұрғылаған сайын біздің фаршымыз формасын жақсы ұстайтын болады. Котлетіміздің формасына келтіріп аламыз. Менің фаршым өте құрғақ болды, видеода байқағаныңыздай, сол үшін мен кішкене май қосып, майға қуырып аламын. Ал сіздің фаршыңыз майлы болса, май қосудың қажеті жоқ. Кішкене ғана май тамызсаңдар болады. Мен бұл жерде 50 грамм сары майымды ертіп алдым. Және осының үстіне котлетімізді орналастырып, жай отта қуыратын боламын. Қатты отта қуырудың қажеті жоқ, себебі екі шеті қызарып, қатты болып, іші піспей қалуы мүмкін. Жай отта осылай қуырып аламыз. Барлық котлеттерімізді. Біздің котлеттеріміз дайын болды. Енді бургерімізді жинаймыз. Булочкамыздың ортасынан теңдей бөлеміз. Менде үй жағдайында болғаннан кейін ыдысыма мен кетчуп, майонез және майдалап туралған укропымды қосып араластырдым соус ретінде. Осы массамызды жақсылап араластырып, булочкамыздың екі шетіне 1 ас қасықтан салып, жағып шығамыз. Артық қосудың қажеті жоқ, сол 1 ас қасық жеткілікті. Енді бургерімізді жинаймыз. Бірінші бургеріміздің үстіне салат жапырағын қосамыз. Егер салат жапырағы болмаса, айсберг 40 қабатын қолдансаңыздар да болады. Бұл өзіңіздің қалауыңызша жиналатын тағам. Және үстіне қияр, қызанағымды қостым. Оның үстіне котлетімді және жұқа етіп туралған ірімшігімді қостым. Ірімшіктің үстіне бургеріміздің екінші бетін жауып қоямын. Осы масса қозғалып, орнынан қозғалып шашылып кетпеу үшін мен шпажка орналастырдым. Біздің өте дәмді қарапайым үй жағдайында жасалатын бургерлеріміз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген тәттілердің, тағамдардың рецептерін көре аласыздар. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.